الحمد لله على ولي الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد. Hürmetli Müslümanlar, biz sizlerle birge ötken sabahlarımızda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ömür bayanından, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin 4 yaşında көкірегі жарылғандығы жайында Cibril aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kelip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin көкірегін жарып, ішінен жүрегін шығарып, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin жүрегін тазалағандығы жайында әңгіме қозғаған едік. Осы бір жағдай орын алғаннан кейін Халима анамыз Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ді қатты уайымдайды. Өйткені Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bani Sa'd деген ауылда жүрген еді. Сөйтті де Cibril aleyhisselam балдармен ойнап жүрген кезде Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ді келіп, жерге жығып, көкірегін жарып, ішіндегі жүрегін шығарып, зәм-зәм сумен жуды деп айттық. Сонда Халима анамыз Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ді қатты уайымдайды. Сөйтеді де, әй, тыныштық керек, мына баланы шешесіне апарып берейін деп айтады. Бүйтіп жүретін болса, бұл өліп қалар, қой аманатты өзінің егесіне апарып берейін деп, Халима анамыз Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ді 6 жасында өзінің шешесіне табыстайды. Яғни 4 жасында табыстайды. Осылайша Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 2 жыл 6 жасқа дейін өзінің анасының қолында болады. 4 жасында Bani Sa'd деген ауылдан Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Меккеге қайтадан өзінің анасына келеді. Сонда Халима анамыз айтады, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 6 жасқа келгеннен кейін дейді, Амина анамыз Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ді сапарға дайындап, өзінің туған әкесі Абдулланың қабіріне әкеп көрсеткісі келеді. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem әкесі қай жерде жерленіп жатыр? Мединеде. Баяғы аты Ясриб еді. Ясриб деген сөз қазақ тіліне аударған кезде азаптаушы, қан төгуші деген мағынаны білдіреді. Медине қаласы баяғыда сөйтіп аталған. Сөйтіп Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem неге ол Ясриб деп аталды? Неге қан төгуші деп аталды Медине? Өйткені сол замандарда Медине қаласында Ясриб ибн Қайан деген бір әкім кісі өмір сүрген екен. Мединеге қарайтын да. Әлгі кісінің алдында әрбір қателік қанменен жауап беріледі екен. Азаппенен. Кез келген қателік. Сонда жаңағы кісі әркімді азаптай беріп, ауылдың аты Ясриб деп аталып кеткен екен. Әлгі кісінің атымен да азаптаушы деген атаумен аталып кеткен екен Медине қаласы. Сонда Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Мединеге келгеннен кейін бұл Ясриб емес, бұл қала қанды қала емес, бұл Мәдина, бұл Медине қаласы, немесе Тайба, таза қала деп Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem өзгерткен екен. Сонда Амина анамыз Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ді жасы 6-ға келген кезде өзінің туған әкесі Абдулланың қабіріне алып келеді, Медине қаласында. Сонда Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem айтып отырады өзінде. Өзі айтады, Меккеден Мединеге қарай жолға шықтық дейді. 500 километр. Жаяу. Ешқандай көлік жоқ. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem анасы және Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'нің тәрбиеші анасы кім? Умму Айман деген осы 3 кісі. Умму Айманның негізгі шын аты Барака, береке деген мағынаны білдіреді. Кейін Айманның анасы деп аталып кеткен да. Бұл кісі Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem дүниеге келместен алдын қасында болды. Өйткені Умму Айман бұл Абдулланың Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem әкесі тастап кеткенін күңі еді, қызметшісі еді. Енді қараңыз. Үшеуі бірге Мединеге барды дейді. Сонда Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Мединеде жүрген кезде 2 апта болды. Сонда Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Мединеде жүзіп үйренген екен. Өйткені Медине сулы жер ғой, бұлағы көп. Сонда Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Мединеде 2 апта болғаннан кейін, жүзіп үйренгеннен кейін Амина анамыз Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ға былай деп айтты дейді. Хаза қабру абик, мынау сенің әкеңнің қабірі деп көрсетті дейді Амина анамыз Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ға. Енді сіз көз алдыңызға елестете беріңіз. Адам өзінің әкесінің қабірінің басында тұрғанда қандай қайғылы жағдайда болады? Оның көзінен мөлдіреп аққан жастары. Болса да Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem өзінің әкесін көрмеген, бірақтан да Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem әкесінің қабірінің басында тұрды дейді. 2 апта болғаннан кейін Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ді анасы қайтадан Меккеге қарай жолға шығады, үшеуі. Сонда үшеуі жолда келе жатып Мединеден 150 километр бері қарай шыққан кезде
Абуа деген ауылға жетеді. Сол жерге жеткен кезде бір кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның анасы Амина құлайды. Қатты шаршағандығы соншалықты құлайды артқа қарай. Отыра қалды да екі қолын былайынан жайды дейді Амина анамыз. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды құшақтағысы келіп тұрған екен. Сөйтсе Умму Айман айтады, сөйтсе дейді, Амина анамыз дүниеден өтіп бара жатыр екен дейді. Өліп бара жатыр екен дейді. Өліп бара жатып, өзінің баласын бір құшақтап қалғысы келіп тұр екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қазір ғана әкесінің басына тұрып, қайғырып, көзіне жас алған кісі, көз алдында өзінің туған анасы, мейіріміне бөлеген анасы, өзінің емізген анасы көз алдында өліп бара жатыр. Сонда бір кезде Амина анамыздың жаны шығып кетті дейді. Умму Айман анамыз айтады, «Я Мұхаммад, та'ала, ауинни нахфир қабра уммик, кел маған жәрдемдес, анаңа қабір қазайық» деп айтты дейді. Сол Абуа ауылында, айдалада. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 6 жасында өзінің анасына қабір қазды дейді, өз мұбарак қолдарымен. Алла Тағала біздерге ешқайсымызға бұндай сынақ бермеген шығар. Өз анамызға ешкім қабір қазған жоқ шығар өз қолымен. Бірақтан да бұл сынақ ауыр. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өз қолыменен анасына қабір қазды дейді. Қабірді қазып болғаннан кейін Умму Айман анамыз айтты дейді, сен қарама, мен ана мәйітті денені қабірге қояйын деп айтты дейді. Неге? Өйткені қараса балалық мейірімі оянып кетеді. Адам өз-өзін ұстай алмай қалуы мүмкін. Сонда жаңағы Умму Айман анамыз Амина анамызды қабірге қойды да жерледі дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның 6 жастағы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қолынан ұстап Меккеге қарай жолы жүрді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам артқа қарай бұрылды да умми деп айтты дейді, анашым деп айтты дейді. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам түсініп отқан жоқ, өліп қалғанын түсінген жоқ, ол кісі анамызды алып кетпедік пе деп айтты дейді. Сөйтті да Умму Айман анамыз Меккеге келе салысыменен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды бірден кімге алып келеді? Өзінің атасы, әкесінің әкесі Абдул-Мутталибқа әкеп береді. Есікті тақылдатты дейді. Умму Айман анамыз айтып беріп отыр. Бір кезде Абдул-Мутталиб есікті ашты да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жалғыз тұрғандығын қарап, анаң қайда деп айтты дейді. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір сәт болсын анасының қасынан шықпаған кісі екен. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жылап тұрып, мәтат деп айтты дейді, өлді деп айтты дейді. Сонда Абдул-Мутталиб пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің немересін құшақтап тұрып былай деп айтты дейді, «Анта бунай, бүгіннен бастап сен менің баламсың» деп айтты дейді. Яғни сен менің қарамағымдасың деп айтты дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның анасы Абуа деген ауылда жерленген екен. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 6 жасынан 8 жасына дейін өзінің туған атасы Абдул-Мутталибтің қарамағында болды. Абдул-Мутталиб пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға өте қатты мейірімді болған екен. Өзінің балдарынан гөрі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды қатты жақсы көреді екен немересін. Сонда дейді, Абдул-Мутталиб өте байсалды кісі болған екен. Үндемейді. Ол кісінің жүзіне қараған адам, былайша айтқан біздің қазақ тіліне аударған кезде жүзінде мысы бар адам болған ғой. Абдул-Мутталибтің Қағбаның жанында, мына мысалы Қағба болса, осының жанында төсегі болады екен. Сол төсекке өзі келіп отырып Алланы зікір етеді екен. Бір баласы өзінің төсегіне отырмайды екен, немересі де отырмайды екен. Неге? Өйткені қорқады атасынан. Бірақтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келіп отырады екен соған. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абдул-Мутталиб айтады екен, тиіспеңдер деп айтады екен. Өйткені ерте жетім қалған баласы, ең жақсы көретін немересі. Абдул-Мутталиб пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келмейінше тамақты да бастамайды екен. Тамақ келсе, ортақ тамақ келсе, Абдул-Мутталиб айтады екен, тоқтаңдар, бауырларым келсін деп айтады екен. Яғни Мұхаммад келсін саллаллаху алейхи вассалам, содан кейін бастайсыңдар деп айтады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абдул-Мутталибтің қасына келіп отырады дейді. Қасында Абдул-Мутталибтің өзінің балдары бар. Абу Лахаб, Абу Талиб, Хамза, Аббас деген балдары бар. Сонда дейді, әлгі балдар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам енді немере ғой, аналардан жолы кіші. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абдул-Мутталибтің қасына келіп отырайын десе,
Абдул-Мутталибтің өзінің туған балдары, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи көкелері, сен артқа отыр деп айтады екен. Сен артқа отыр, сен әлі кішкентайсың. Сонда Абдул-Мутталиб айтады екен, дау ибни хада, мына менің балама тиіспеңдер деп айтады екен. Валлахи, бұл болашақта үлкен бір орынға, мәртебеге ие болайын деп жүрген адам деп айтты дейді. Сөйтті де қасына отырғызып қояды екен Абдул-Мутталиб, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Оң қолыменен Абдул-Мутталиб пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның арқасын сипап отырады екен. Сөйтеді екен, егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір нәрсені дұрыс істемесе, яғни бала ғой, бір нәрсені төгіп алса, не істеп алса, Абдул-Мутталиб ештеңе етпейді деп айтады екен. Тиіспеңдер, менің балам ештеңе етпейді деп айтады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 8 жас 2 ай 10 күнге жеткен кезде дейді, яғни 8 жастан енді асқан кезде дейді, Абдул-Мутталиб қартайып Меккеде дүниеден өтеді. Сонда өлместен алдын дейді Абдул-Мутталиб, енді мына бала жетім бала, бұл аманат. Сөйтеді Абдул-Мутталиб балаларының ішіндегі ең аманатқа берік болған, ең дұрысы болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды Абу Талибқа тапсырады. Мынау саған аманат, осыған қара деп айтты дейді. Тарихта, мысалы, анау менің балам деп айтады ғой ер адамдар. Біздер менің балам деп айтамыз, бірақтан оның тәрбиесіне кім жауапты? Ана жауапты үйде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абдул-Мутталибтің қарамағында болған кезде өзінің туған әжесі баққан екен. Есімі кім? Фатима болған екен ол кісінің. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 8 жасында Абу Талибтің қарамағына өтті. Ол былайша Абу Талибтің баласы болып есептеледі, бірақтан да не, оны бағатын кім? Тағы да Абу Талибтің әйелі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жеңгесі, оның да есімі Фатима болған екен. Осы екі әжесі менен жеңгесі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды өте қатты қараған екен. Мейіріммен, аманатпен қараған екен. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 7-ші қызы дүниеге келген кезде, соңғы баласы дүниеге келген кезде, Фатима дүниеге келген кезде, есімін Фатима деп қойған екен. Неге? Әжесі менен жеңгесіне құрмет ретінде, кезінде сол екеуі бақты ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды. Соларға құрмет ретінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қызының есімін Фатима деп қойған екен. Көрдіңіз бе? Абу Талиб пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды өзінің қарамағына алған кезде, Абу Талиб пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға өте қатты аманат қылып, берік қылып қарады дейді. Ешкімді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға тиіскізбеген екен. 8 жасынан, қараңыз, 8 жасынан 53 жасына дейін баққан екен Абу Талиб. Сол Абу Талиб пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды үйлендірді, аяққа тұрғызды, құда болып өзі барды, әке болып барды. Көрдіңіз бе? Қандай мейірімді болған екен. Сонда айтады, қиссаларда келеді, Ибн Асакир риуаят етеді, бір күні дейді, Джалхума ибн Арфата деген бір кісі айтады, Меккеге келдім дейді. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кішкентай кезде дейді ол кезде. Меккеге келсем, құрғақшылық заман болып жатыр екен дейді Меккеде. Су жоқ, аспаннан су түспейді, жерден су шықпайды. Құрайыштықтардың баршасы Абу Талибқа келіп, енді Абу Талиб құрайыштықтардың ең үлкені болып тұрушы. Сөйтіп былай деп айтты дейді, Абу Талиб, сайлардың ешқайсысында, ойпаттардың ешқайсысында, бұлақтардың ешқайсысында су қалмады. Бала-шағаның барлығы шөлдеп жатыр, қиналып жатыр. Су жоқ, егістік шықпай жатыр. Алладан су сұрашы деп айтты дейді. Истисқа оқшы сен деп айтты дейді. Истисқа деген нәрсіне Құдайдан су талап етесің, дұға қылып. Абу Талиб орнынан тұрды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қасына былайынан ертіп алды да Қағбаның жанына келді дейді. Абу Талиб. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жетім. Сөйтті да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды жанына былайынан қысып құшақтап алды дейді, оң жағына. Аспанда қап-қара болып тұр дейді. Қап-қара, бұлт жоқ. Жай ғана не қап-қара. Күннің беті жабық дейді. Бір кезде Абу Талиб арқасын Қағбаға былайынан жабыстырды дейді. Оң қолменен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды құшақтап тұрып, былай деп айтты дейді. وَأَبْيَضٌ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. Осы баланың себебіменен, я Алла, осы жетім баланың себебіменен мен сенен су сұрайым.
Бұл жетім балдар дейді, жесір әйелдердің қорғаны дейді. Яғни әйелдер өзінің жетім балдарын жеткізіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисінде айтады, қандай да бір әйел дейді, күйеуі дүниеден өткеннен кейін ана балдарын толық рызығын беріп, аманат қылып қарайтын болса дейді, Алла Тағала ол кісіге жәннатты береді дейді. Сонда дейді, Абу Талиб пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қысып, құшақтап тұрып, ұстап, қабырға сүйкеніп, былай деп айтты дейді: Аллахым, осы жетім баланың себебіменен сенен сұрайын, біздерге аспаннан су түсірші деп айтты дейді. Сонда Абу Талиб айтады, бір кезде дейді, бұлттар жинала бастады дейді. Сол сәтте аспаннан су төгілді дейді. Өте көп мөлшерде төгілді. Бүкіл сайлы жердің, ойпаттың баршасына су толды дейді. Бүкіл жерге су жайылды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның берекетімен де. Сонда дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 12 жасқа келген кезде Абу Талиб пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам менен бірге Мединеге қарай, немесе басқа бір қиссалар келеді, риуаяттарда Шам мемлекетіне қарай саудаменен алып шыққысы келді дейді. Өйткені арабтардың, құрайыштықтардың күн көрісі бұл тек қана сауда еді. Сонда Абу Талиб пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды 12 жасқа толған кезде Шам мемлекетіне қарай саудаға дайындайды. Сен менімен бірге барасың деп айтады. Барасың, бір зат алып келеміз, сатамыз, аламыз, күн көріс. Сонда дейді, Абу Талиб пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен бірге Бусра деген жерге жеткен кезде дейді, яғни Шам мемлекетіне өте аз жер қалған кезде дейді. Бусра, яғни Шам мемлекеті, бұл еврейлер мен христиандарға толы жерді. Олар пайғамбарды күтіп отыр ар жақтан. Сонда дейді, сол жерге жақын қалған кезде дейді, әлгі Бусра деген жерде бір христиандардың попы өмір сүреді екен да. Поп діндары да. Ол кісінің есімі Бахира деп аталады екен. Негізгі шын аты Джерджис болған екен. Сөйтіп дейді, құрайыштықтар Абу Талиб және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам баршасы сол Бусра деген жерге жеткен кезде, бір кезде әлгі поп негізінде далаға шықпайды екен да. Үнемі ғибадатханасында отыра береді екен да. Далаға шықпайды екен. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келіп, ол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ешкім танымайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Талибпенен бірге Бусраға жеткен кезде дейді, әлгі поп ғибадатханасынан шықты дейді. Сөйтті де қазір біреулер келді ау деп айтты дейді. Мына жерге бізге бір қонақтар келді ма деп айтты дейді. Бір көш келді ма? Иә. Кәне олар деп айтты. Мына жақта әлгі поп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам іздеп келді дейді. Сөйтті де қараңызшы, сөйтті де пайғамбарымыз адамдардың арасынан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды іздеп жүр дейді. Сөйтті де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тауып алды дейді, 12 жастағы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қолынан ұстап алды да адамдардың баршасына былай деп айтты дейді. Мына бала деп айтты дейді, Саййидул Аламин, әлемдердің төресі болады деп айтты дейді. Мына бала әлемдердің Раббысының жіберген елшісі жер бетіне дейді. Алла Тағала мына баланы жер бетіне мейірім қылып жіберді деп айтты дейді. Сонда құрайыштықтардың баршасы, адамдардың баршасы, сен қаяқтан білесің бұл бала пайғамбар екендігін десе, әлгі поп айтады, бұрын соңды далаға шықпаған поп қой. Сонда айтады, мен ғибадатханамда отыр едім дейді. Бір кезде терезеден қарасам дейді, ағаштар сәжде етіп жатыр дейді. Бір көш кіріп келе жатыр, ағаштар сәжде етіп жатқанын көріп қалдым дейді. Тастар сәжде етіп жатқанын көріп қалдым дейді. Біздің кітаптарда жазылған дейді, Інжілде жазылған дейді, таста, ағашта пайғамбарлардан басқа ешкімге сәжде етпейді деп жазылған дейді. Мен бірден білдім дейді, соңғы пайғамбар келе жатқандығын бірден білдім дейді. Мына баланың арқасын ашып көріңдер дейді, иығының астында алманың көлеміндей мөрі болу керек дейді, пайғамбарлық мөрі бар дейді. Яғни не, қалы бар деп айтты дейді. Бұл нәрсе біздің кітабымызда жазылған дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның арқасын ашып қалса, әлгі мөр тұр дейді. Сонда әлгі поп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ана жерде құрайыштықтардың баршасын тамақтандырды да былай деп айтты дейді. Абу Талибқа айтты дейді, сен кіммен келдің деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, сен кіммен келдің? Көкеммен келдім. Кім? Абу Талиб. Абу Талибқа айтты дейді, мына баланы тез Меккеге қайтар деп айтты дейді. Мынау қазір Шамға апарсаң дейді, яһудилер мына баланы өлтіреді деп айтты дейді. Өйткені олар
пайғамбарды Меккеден емес, Шамнан, еврейлердің арасынан пайғамбар шығады деп күтіп отыр дейді. Бірақ Алла Тағала еврейлердің арасынан пайғамбар шығармайды дейді. Көрдіңіз ба? Сөйтті де Абу Талиб пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды Меккеге қайтарған екен. Көрдіңіз ба? Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды кішкентайынан сақтап қойған. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл жағдай 12 жасында болған. Кейін уақыт өте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 20 жасқа толғаннан кейін, мына уже бөлек қисса. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 20 жасқа толғаннан кейін Меккеде Окказ деген бір базар бар еді. Меккеде. Сол базарда ақындар және Құрайыштың төрелері жиналады екен апта сайын. Соның ішінде әңгіме дүкен болады, шай ішіп, адамдар тамақ ішіп, жаңағы ақындар өлең айтады екен ананың ішінде. Баяғы тарихтарды айтады екен. Сөйлеп дейді. Сол базардың ішінде Кинана деген тайпаменен және Қайс деген тайпаның ішіндегі екі жігіттер, яғни екі тайпаның адамдары сол жерде жиналады да бір-бірімен сөзге келіп қалады. Яғни андай жahilеттің сөздерін айтады ғой бір-біріне, өлеңдер айтады да, сөйтіп бір-бірінің намыстарына тиіп қалады. Сөйлеймін деп бір-бірінің намыстарына тиіп қалады. Сөйтті ана жерде ерегіс басталады. Сөйтеді да әлгі Кинана деген тайпаның ішіндегі бір жігіт, есімі Баррат деген бір жігіт, Қайс деген тайпаның ішіндегі 3 жігітті өлтіріп қояды. Қылышымен өлтіріп қояды да. Сөйтті сол жерде бір кезде айқай басталады. Неге өлтіресіңдер? Ананы неге бүйтесіңдер? Бір кезде шайқас басталды дейді. Соғыс басталды дейді. Көрдіңіз бе? Соғыс басталды. Таңғы уақыт болған кезде дейді. Қараңыз, соғыс таңертең басталды дейді. Таңғы уақытта бірінші Қайс жеңді дейді. Кешкі уақытта уже Кинана жеңді дейді. Сөйтті де қараңызшы. Бұл не үшін өйтіп аталады? Не үшін соғыс болып жатыр? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол соғысқа қатысқан екен. Өйткені сол соғыста пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ағайындары да соғысқан екен. Яғни Құрайыштықтар екіге бөлініп алды. Сөйтті де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам аталары, ағайындары және екінші тайпаның ағайындары бір-бірімен соғыса бастады ғой. Негізі ана тайпа дұрыс емес. Өздері жаңағы шектен шықты да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тайпасындағы 3 жігітті өлтіріп қойды. Сөйтті де екеуінің ортасында соғыс басталды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол соғысқа қатысқан екен. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам адам өлтірмеген өмірінде. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол соғыста жебе тасып жүрген екен, садақтың жебесін. Хадистерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деп дұға қылған екен: Аллахым, садақшыларды мейіріміңе бөле, соларға күш қуат бер деп дұға қылады екен. Соғыста жаяу әскерден гөрі, немесе атты әскерден гөрі садақшылар көбірек пайда береді екен. Өйткені неге? Олар алыстан дұшпанды өлтіре береді да. Екен олар көп өлтірмейді. Бір рет өлтіреді, әлгі дұшпан қорқып артқа қарай шегінеді екен да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соғыста қатты қан төгілуін қаламаған. Хадистерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деп айтады: Алла Тағала бір жебенің себебіменен дейді 3 кісіні қиямет күні жәннатқа кіргізеді дейді. Ең бірінші жебені атқан кісіні дейді, садақ атқан кісіні ертең жәннатқа кіргізеді дейді соғыста. Екіншісі сол садақты жебені тасып жүрген адамды дейді. Ана оқ тасып жүрген адамдар болады ғой соғыста. Үшіншісі садақты жасап, ойлап тапқан кісіні ертең Алла Тағала жәннатқа кіргізеді дейді. Көрдіңіз бе? Басқа бір риуаяттарда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: адам баласының ең ауыр істеген күнәларының бірі дейді, садақ атып үйреніп, кейіннен оны ұмытып қалғаны дейді. Біреу мысалы жақсы садақ ататын еді да, уақыт өтті, бұл керек емес бұл садақ деді да. Не аламыз бұл садақ? Сөйтіп бір күні садақ атса, ата алмайды да, тигізе алмайды ана мәреге. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: ең ауыр күнә осы дейді. Өзі. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол соғыста, Фижар деген соғыста өзінің көкелеріне жебе тасып жүрген екен. Фижар деген сөз қазақ тіліне аударған кезде шектен шығу деген мағынаны білдіреді. Жарылу, шектен шығу деген мағынаны білдіреді. Неге өйтіп аталды десе, өйткені бұл соғыс харам айларының бірінде болған екен да, қажылық айларында болған екен. Сол үшін де шектен шығып кеткен екен. Кейіннен қараңыз, соғыс болып жатыр. Бір кезде Құрайыштықтардың үлкендері, ақсақалдар былай деп айтқан екен: ей жігіттер, тоқтаңдар деп айтты. Соғыс тоқтасын деп айтты. Бұлай соғыса беретін болсақ, Құрайыштықтардан адам қалмайды. Бетейік деп айтты дейді.
Екі жақтан есептеңдер дейді. Мына тайпадан қанша адам өлді, мына тайпадан қанша адам өлді дейді. Мысалға мына тайпадан 5 адам өлетін болса, осы 5 адамның құнын мына тайпа төлесін деп айтты дейді. Бір адамның құны қанша бізде? 100 түйе, өткенде айттық қой. Шариғат бойынша бір адамның құны бұл 100 түйе. Жахилеттен кезінен бері қалыптасқан амалдардың бірі. Сонда әлгі Құрайшылар осыған келісті дейді. Болды, соғыс тоқтайды. Бұдан кейін не істемейміз? Соғыспаймыз. Несін төлейміз? Аға, өтемін төлейміз деп айтты дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы жағдай болған кезде, келісім болған кезде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы келісімнің ішіне қатысқан екен. Яғни Құрайшылар бір-біріне серт береді. Бұдан кейін бір-бірімізге қылыш көтермейміз. Егер де елімізге дұшпан шабатын болса, бірге қорғаймыз деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қараңызшы, кейіннен пайғамбарлық келгеннен кейін, жасы үлкейгеннен кейін былай деп айтқан екен: "Валлахи" дейді. Абдулла ибн Жидаан деген кісінің үйінде осы келісім болған екен да. Сонда айтады, Абдулла ибн Жидаанның үйіндегі болған келісім не деген келісім еді дейді. Маған валлахи сол келісім қатты ұнады дейді. Егер де ислам діні келгеннен кейін осындай тағы да бір келісім болса, адамдар мен осындай бір келісімге шақырса, мен барар едім деп айтты дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Көрдіңіз, барар едім дейді. Неге? Өйткені бұл келісім түбегейлі бұдан кейін жахилеттегі тірліктерін ешқайсысын істемейміз деп Құрайшылар бір-біріне уәде берген екен да. Бұдан кейін бір-бірімізге қылыш көтермейміз, қыздарымызды өлтірмейміз, ешқандай зұлымдық жасамаймыз деп айтқан екен Құрайшылар. Ары қарай имам ғалым кісі кітабын былай деп жалғастырады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жас кезінде қандай жұмыс жасады десе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жас кезінде белгілі бір жұмысты жасаған жоқ дейді. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір кәсіп иесі болған емес дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам түрлі жұмыс жасады дейді. Риуаяттарда келгені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қой бақты деген риуаяттар бар дейді, жұмыс жасады деген. Риуаяттарда келеді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сауда жасады деген риуаяттар бар дейді. Ең алғашқы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жасаған жұмысы бұл қой баққан еді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Бәни Саад деген ауылда, яғни Халима анамыздың қолында болған кезде дейді, 4 жасында қираттарға, яғни аз ғана тиындарға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қой баққан еді дейді. Кейіннен жасы өскен кезде, жігіт болған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды өзінің көкелері саудаға қарай тартты дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам саудамен айналыссын дейді. Хадистерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, базар дейді, базар Алланың жайып қойған дастарханы дейді. Кім сол дастарханға жақындаса дейді, міндетті түрде ол кісіге бір несібе болады дейді. Яғни базар бұл жақсы нәрсе деп айтқан екен да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Өйткені ол сауда, ал саудада береке бар. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жасы өскеннен кейін, 20 жасқа келгеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам саудамен айналыса бастады дейді. Осылайша саудада пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам аманатпенен өте қатты танылды дейді. Ешқашан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам біреудің ақысын жемеді дейді. 25 жасқа келгеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Меккеде ең аманатқа берік әмин деген атқа лайықты болды дейді. Ең сенімді адам дейді. Кім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды, енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің жаңағы айналдырып отыратын ақшасы болмаған, бай болмаған ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Ол кісі не істейді? Қызметші, мысалы мына кісінің тауарын алады да апарып сатып, ақшасын әкеп береді. Әлгі кісіне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ешқандай тиын қалтасынан ұстап қалмайды. Әлгі кісі бұрын соңды көрмеген пайданы көреді екен да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, егер көшін бастап баратын болса. Өйстіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Меккеде аты танылғаннан кейін Меккеде бір әйел кісі өмір сүретін еді дейді. Есімі Хадиша еді дейді. Радиллаху анха. Сонда сол кісі Хадиша анамыз өте бай кісі болған екен. Бұрын соңды тұрмыста болған, күйеуі дүниеден өтіп жесір қалған екен. Хадиша анамыз ең сұлу келіншектердің бірі болған екен. Және де ең дүниесі көп, тегі де мықты адам болған екен. Хадиша анамыз дейді, өзі сапарға шыға алмайды. Өйткені әйел адам сапарда ары бері жүре алмайды ғой. Сонда дейді, Хадиша анамыз жалғыз өзі сапарға шыға алмайды екен. Үнемі бір адамды жалдап, заттарын алып, Шам мемлекетіне апарып, сатып, қайтадан ақшасын алып келетін адамды іздейді екен да. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды сыртынан байқайды ғой. Мына кісі өзі қандай адам екен деп. Сөйтеді де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды жалдайды. Сен менің тауарымды ал да
Шам мемлекетіне барып қайтшы, мен саған осындай ақшасын берем, яғни құныңды берем, еңбек ақыңды берем, барып кел деп айтты дейді. Және сенімен бірге мен өзімнің қызметшімді қосып жіберем деп айтты дейді. Қызметшінің есімі Майсара. Сөйтті де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жарайды деп айтты дейді. Белгілі бір ақшаға келісті де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Шам мемлекетіне келіп саудасын жасап қайтадан Меккеге қарай келді дейді. Сонда дейді Меккеге келген кезде Хадиша анамыз бұрын соңды көрмеген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ана заттарын апарып сатып қайтадан келді ғой. Сонда Хадиша анамыз бұрын соңды көрмеген табысты көрді дейді. Сөйтсе бұл күнге дейін Хадиша анамызды ана барып келген адамдар алдайды екен де, көрдіңіз бе? Қалтасын салып қалады екен, лебін жасап қалады екен да. Ал пайғамбарымыз саллаллаху олай жасамайды. Қанша товар сатты, соның бәрін қайтадан есебімен әкеп беріп отыр. Сонда Хадиша анамыз таң қалады, не деген берекет мынау деп айтты дейді. Сөйтті Майсараны шақырып алып, Майсара бергеші деп айтты дейді. Мына кісіден не байқадың дейді, мына жігіттен не байқадың дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам 25 жаста. Не нәрсені көрдің деп айтты дейді. Сонда Майсара айтады, біріншіден дейді, бұл кісі дейді, өте жеңіл сөйлейді екен дейді. Ауыр сөз айтпайды екен дейді. Тәтті сөйлейді дейді. Және мінезі өте көркем екен деп айтты дейді. Және ойлау қабілеті өте зерек екен деп айтты дейді. Сөйлесе анық сөйлейді екен дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір әдетіне сөйлесе естіртеді да ол кісі. Сонда дейді Хадиша анамызды бүкіл Меккедегі адамдар үйленгісі келеді екен, Хадиша анамызды алғысы келеді екен. Бірақ Хадиша анамыз баршасына бас тарта береді екен, ұнамайды, жоқ болмайды, келмейді деп. Сөйтті Хадиша анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды жақсы көріп қалады ғой. Хадиша анамыз өзі бірінші жақсы көріп қалып тұр. Сөйтті Хадиша анамыз Нафиса деген өзінің досы бар еді, әйел кісі. Нафиса деген сөз қымбат деген мағынаны білдіреді. Нафиса дейді бізде, білесіз ме? Нафиса деген қазақта ат бар ғой. Сонда дейді, сол Нафисаға айтады, ана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға барда, Мұхаммадқа барда, енді ол кезде әлі пайғамбарымыз, оған жай айтып көрші деп айтты дейді. Мен айтты деме бірақ дейді. Анау Хадиша бойдақ, сен де бойдақсың, бір сөйлесіп көрмедің бе деп жай айтып көрші дейді. Бірақ мен айтты деме дейді. Нафиса пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға келеді да, әй Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам, сен өзің жақсы жігітсің, ана Хадиша білесің бойдақ, соны бір алмадың ба деп айтты дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, менді Меккедегі ең таза әйел, ең сұлу әйел, ең бай әйел, ең бай әйел. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не деді? Мен көкелеріммен бір ақылдасып көрейінші деп айтты дейді. Хамза, Абу Талиб, Аббас деген көкелермен бір ақылдасып көрейінші деп айтты дейді. Абу Лахабтармен. Сөйтті де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көкелеріне барып ақылдасқан еді. Көкелері болды онда, үйленсең үйлен деп айтты дейді. Сөйтті де Абу Талиб, Алла өксіне разы болсын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды Хадиша анамызбенен үйлендіріп береді. Өзі бас құда болып барып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды үйлендіріп береді. Сонда дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Шам мемлекетінен келгеннен кейін, яғни Хадиша анамыздың товарын алып келгеннен кейін 2 айдан кейін уже Хадиша анамызбен үйленген екен. Сонда махарына не берді десе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Хадиша анамыздың махарына 20 түйе берген екен. 20 түйе. 20 түйеден енді бір түйе қанша мысалы қазір? Бағасы қанша? Миллион болса 20 миллион. Бекер айтты ғой деймін, че-то қыздар махарын тағы да көбейтетін болды не? Бірақ ол уақытта Хадиша анамыз 40 жастағы кісі болған екен. 40 жастағы кісі болған екен. Хадиша анамыз Меккедегі ең сұлу, ең таза кісі болған екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Хадиша анамызбен үйленгеннен кейін дейді, өлгенше басқа үстінен Хадиша анамыздың үстінен әйел алмаған екен. Ол кісіден кейін Хадиша анамыз, яғни Хадиша анамыз дүние өткенге дейін ешкіммен үйленген жоқ екен. Сонда Ибн Хаджар Асқалани айтады, неге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам екінші әйел алмады десе дейді. Өйткені Хадиша анамыз дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды екінші әйелге деген мұқтаждығын қалдырмады дейді. Яғни не бүкіл қызметін жасап берді. Бүкіл қызметін жасап берді. Хадиша анамыз отырып алып, менің правам мынандай, сенің праваң мынандай деп качет еткен жоқ та. Қызметін бәрін жасап берді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам екінші әйелге мұқтаж болмады. 6 бала туып берді Хадиша анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға. 6 бала. Ең бірінші туған баласы кім? Қасым, дұрыс айтасыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам
Абул Қасим деп аталатын еді күниясы. Арабтарда кімнің ең бірінші баласы ұл болсын қыз болсын соның атыменен күния беріледі екен. Мысалы біреудің үлкен баласының аты Мұхаммад, әлгі кісінің есімі кім болады? Абу Мұхаммад болып аталып кетеді екен да. Көрдіңіз бе? Сөйтті де Хадиша анамыз пайғамбарымыз 6 бала туып берген екен. Ең алғаш жер бетіне ислам дінін қабылдаған кісі Хадиша анамыз. Абу Бәкірге дейін, Алиге дейін иман келтірген адам да. Ең алғаш басын сәждеге қойған адам Хадиша анамыз. Көзінің тірісі уақытында 5 баласы өлген кісі. Хадиша анамыз соның бәріне сабыр еткен. 5 баланың 3-еуі шетінеді көзінің тірісінде. 2-еуі үлкейген кезде өлді. Хадиша анамыз соның бәрін көрді, сабыр етті. Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Духа сүресін түсірді. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى Ей Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, Раббың сені кедей қылып тауып алған еді ғой. Сөйтті де сені Хадишаның дүниесімен сені байытты дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Хадишамен үйленген кезде дейді, дәрежесі өскен екен. Кімсің? О, Хадишаның күйеуі. Бай әйелдің күйеуі, көрдіңіз бе? Ең бірінші Хадиша анамыз босанып берген баласы бұл Қасым болған екен. Қасым деген сөз ақиқатпенен өтірікті бөлуші деген мағынаны білдіреді екен. Ғалымдарымыз айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан басқа адамдарға дейді, Абул Қасым деп аталуға болмайды дейді. Ондай күнияны алуға болмайды екен біздерге. Әдепсіздік болады екен, макрух болады екен. Пайғамбарға деген құрметсіздік болады екен. Балдарымыздың атын Қасым деп қоюға болады, бірақтан да біздерді Абул Қасым, Қасымның әкесі деп атауға болмайды екен. Көрдіңіз бе? Немесе имам Ғазали айтады, тура сол секілді біреу өзінің баласын Иса деп қоюға болады дейді, бірақтан да Исаның әкесі деп аталуға болмайды дейді. Әдепсіздік дейді. Неге? Өйткені Алла Тағала Иса жер бетіне мұғжиза, әкесіз жаратылған кісі дейді. Көрдіңіз бе? Екінші босанған қызы бұл Зайнап деген қыз болған екен пайғамбарымыз. Зайнап деген сөз сұлу деген мағынаны білдіреді. Үшіншісі Руқайя демесе, көрдіңіз бе? Төртіншісі Умму Кульсум. Кульсум деген сөз, мынау бет бар ғой, мына бет. Мына жері қызыл болып тұрады, анау баяғыда мультфильмдерде болады да, білесіз бе, қыздар мынандай жерлері қызыл болып тұрады. Бұл не? Сұлулықтың белгісі оған. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бір қызында мынандай бетіне қызғылтқышы болған екен да, яғни сұлулығының белгісі. Одан кейін Фатима деген қызды босанған екен, 4-ші қызы. Бұл 5-ші баласы да, көрдіңіз бе? Одан кейін Абдулла деген баланы босанды дейді. Осылардың ішінде баршасы дүниеден өтті, тек қана Фатимасы ғана тірі қалды. Абдулланы кейбір риуаяттарда Тахир деп атайды екен. Тахир. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның ең кішкентай баласы болады дейді. Көрдіңіз бе? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның 2 баласы бұл ислам дініне деген шетінеп қалды. Ал қыздарының баршасы ислам дініне келгеннен кейін, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбарлық келгеннен кейін ислам дінін қабылдады дейді қыздары. 3 қызы да. Сөйтті де 3 қызы да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салляммен бірге хижрет жасады дейді. Бірақтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көзі тірісі уақытында дүниеден өтті дейді 3 қызы да. Тек қана Фатима анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан кейін 6 айдан кейін дүниеден өткен екен. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өлім аузында жатып не деді Фатимаға? Фатима қызым жылама, менің әулетімнен ең бірінші болып сен келесің, екеуміз жақын бір уақытта жолығамыз деп айтты дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден өтті, артынша 6 айдан кейін Фатима анамыз дүниеден өткен екен. Көрдіңіз бе? Бұл 25 жасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Хадиша үйленді дейді. Енді қараңыз. 35 жасқа келгеннен кейін дейді. 35 жасқа келгеннен кейін баяғыда Қағба жай ғана бір тастар еді. Бұрын соңды Қағбаға ешкім тиіспейтін болған екен, қорыққан екен. Бұл Құдайдың үйі, бұған тиісуге болмайды. Бұған реставрация жасауға болмайды деп айтады екен. Бұзуға да болмайды дейді екен. Тіпті ана түсейін деп тұрған болса да, ойбай тиіспе деп айтады екен. Құдайдың қаһары жауып кетеді, тиіспе деп айтады екен да. Сонда дейді 35 жасқа келгеннен кейін Қағба уже іріп құлап жатыр да, өзімен өзі құлап жатыр. Неге? Өйткені су болады, жаңбыр болады, сел болады, Қағбаны шайып кете береді екен да нәрсе. Жел болады, Қағба құлап қала береді. Қағбаның төбесіндегі жаңағы потолок түсіп қалады. Ешкім оған тиіспейді екен. Қағбаның ішінде құдайлар бар, пұттар бар еді да. Алтыннан жасалған пұттар бар еді. Ұрылар кіріп ұрлай береді екен. Сонда дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Исмаил алейхиссалам Қағбаны соққан кезде дейді, 7 білек еді дейді. 7 ұзындығын 7 білек болып соққан еді дейді. Бір білек қанша сантиметр? Мынау 50 сантиметр.
Сол үшін шариғат айтады, егерде бассейн 10-10 білек болса, 10-10 деген қанша бұл? Көп адамдар оны 10-10 деп 10 метр былай, 10 метр былай деп түсінеді. Жоқ, ол 5-5. Өйткені бір білек қаншасы не метр бізде? 50. Бұның екеуі сонда не болады? 1 метр болады. 5-5, 10-10 болса болғанда қанша екен? 5-5, яғни 5 метр былай, 5 метр былай бассейн болса, соның арғы бетінен біреу жүніп болған бір кісі түсетін болса, бергі бетіне сіз түссеңіз, ода тұрған проблема жоқ. Көрдіңіз бе? Ол суменен ғұсыл дәрет ала береді екенсіз. Көрдіңіз бе? Сонда дейді, Қағба Исмаил алейхиссалам соққан кезде 9 білек ет дейді. 9 білекті, енді 5-ті 9-ға көбейтсең қанша? 45, 4,5 метр болған екен да биіктігі. Сонда дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы 4,5 метр Қағба қирай бастады дейді. Сөйтті да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Қағба қирағаннан кейін мүшриктер ана нені, мүшриктер дедім, құрайшылықтар ана Қағбаны реставрация жасағысы келеді да. Бірақ тиісейін десе, не істейді? Қорқады. Ойбай тиіспе деп айтады екен. Уже Қағба қирап жатыр, дымы қалмай бара жатыр да. Сөйтті да арасынан бір кісі шықты дейді. Ол кім? Умайя ибн Муғира деген кісі. Умайя ибн Муғира. Сөйтті да былай деп айтты дейді. Ей құрайшылықтар деп айтты дейді. Біздер өзі ниетіміз қандай дейді. Қағбаны қирату ма, әлде бұны қайтадан соғу ма деп айтты дейді. Баршасы қайтадан соғу, реставрация деп айтты дейді. Онда бастайық деп айтты дейді. Онда Құдай бізге азабын жібермес. Ниетіміз дұрыс болса көрейік деп айтты дейді. Сонда құрайшылар ойбай біздер араласпаймыз. Сен көрсең өзің көр деп айтты дейді. Құдайдың азабы түссе бізден аулақ деп айтты дейді. Өзің көр деп. Сөйтті да Мұғира қолына кирканы ұстады дейді. Кирка деген қалай қазақшасы? Айыр, алды да қой көрсем көрейін деп Қағбаның бір бұрышын жай сындыра бастады дейді. Бір рет ұрды дейді. Сөйтті да, қараңыз, бір рет ұрып, бір тасын сындырды дейді. Сөйтті да кирканы тастады да, бір күн күтеміз деп айтты дейді. Неге? Алланың азабы келе ма, келмей ма, күтейік деп айтты дейді. Бір күн күтті, ертесіне дейін неге? Азап келмеді. Сонда құрайшылар түсінді, оказывается, ниет дұрыс болса, Алланың азабы келмейді екен деді. Сөйтті да баршасы, құрайшылықтардың баршасы Қағбаны бөліп алған екен. Әрбір тайпа, әрбір ру бөліп алған екен. Так, мен мына жерде, мына бұрышын мен аламын. Мына жерде, мына жерден сен аласың. Мына жерде, мына жерден мен аламын. Сөйтті да барлығы келісіп алды. Бұзамыз деп бұзамыз. Енді қайтадан соғамыз деп айтты дейді. Қалай соғамыз дейді. Жігіттер деп айтты дейді. Мұғира, жаңағы Умайя ибн Мұғира басшысы ғой енді. Бүйтіп айтты дейді, құрайшылықтар деп айтты дейді. Мына Қағба білесіздер, Алланың үйі дейді. Ең жер бетіне қасиетті мекен дейді. Бұны соғатын болсақ, дүниеміздің ішіндегі ең таза дүниемізді соғайық деп айтты дейді. Ешқандай ұрлық малымен, тартып алынған дүниемен, рибаменен, яғни кредит алып соқпақ қойық деп айтты дейді. Соқсақ таза еңбек ақымызбен табылған дүниемен соғайық деп айтты дейді. Жарайды деп айтты дейді. Баршасы соқты дейді. Қараңызшы. Сөйтіп соқты, төрт бұрышты қылып Қағбаны көтерді дейді. Қағбаны көтерген кезде қараңызшы уже 15 білек қылып көтерген екен. Жаңа қанша білек еді? 7 білек еді. Енді 15 білек қылып көтерген екен. Бұл қанша метр? 7,5 метр қылып көтерген екен да Қағбаны. Сөйтіп көтергеннен кейін енді қара тасы бар ғой Қағбаның. Ол баяғыдан тұрған, Ибраһим пайғамбардың кезінен бері тұрған тас қой, жәннеттен түскен. Ал енді мынаны кім қояды деп айтты дейді. Жәннеттен түскен тасты кім қояды деп айтты дейді. Сонда жаңа Умайя ибн Мұғира айтады дейді. Мен тірлікті бастаған, мен қоямын деп айтты дейді. Сонда екінші кісі айтады дейді, неге сен қоясың? Сенен үлкенде адам отыр ғой мына жерде, мен қоямын деп айтты. Ана жақта анау шығады дейді, сендер қалай? Сонда біз қоямыз. Бір кезде аналар соқсайын деп тұр дейді кәдімгідей. Ана бір тасқа бола қан төгейін деп тұр дейді. Сөйтті де арасынан Умайя ибн Мұғира былай деп айтты дейді, жігіттер деп айтты дейді. Бұл болмас дейді. Біздер бетейік дейді. Ең абзалы дейді. Таңғы уақытта күтейікші дейді. Егер де таңғы уақыттан мына Қағбаның шығыс жағынан кім бірінші кіретін болса дейді, тау жақтан кім бірінші кіретін болса дейді, сол жігітке үкімді берейік дейді. Әлгі жігіт қалай қояды, кім қояды деп айтатын болса дейді, мысалы пәленше сен қоясың деп айтса дейді, соның сөзіне разы болайық деп айтты дейді. Жарайды. Бәрі үйлеріне тарады дейді. Таң атты, күтіп отыр, кім кіреді екен. Сөйтсе кім кіріп келе жатыр? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кіріп келе жатыр екен ар жақтан.
Бәрі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи көрді де қуанды, дейді, мына әмин ғой деп айтты, дейді. Әмин ғой, әмин, мына сенімді жігіт қой біздің. Осы не десе сол болады деп айтты, дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ана кісілер түсіндірді, дейді, осындай жасап жатыр. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қараңызшы, өте ақылдылығы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам маған шапан беріңдерші деп айтты, дейді. Шапан берді, дейді. Шапанды жайды, дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Үстіне тасты қойды, дейді, жаннаттан түскен тасты қойды да сөйтіп былай деп айтты: әрбір тайпаның көсемі, дейді, әрбір тайпаның басшысы, яғни рудың төресі шапанның бір ұшынан ұстасын деп айтты, дейді. Ұстады, дейді. Бәрі жан-жағынан ұстады да, енді жақындаңдар, қара бұрышқа қарай жақындаңдар деп айтты. Сөйтті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өз қолымен қара тасты алды да әлгі бұрышқа былайынан жабыстырып қойды, дейді. Сөйтсе баршасы айтты, дейді, уаллахи, не деген әділ шешім болды деп айтты, дейді. Не деген әділ шешім болды, дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өз қолыменен Қағбаны құрған екен, да, көрдіңіз бе? Сонда айтады, бұл Қағба 7,5 метр болған екен биіктігі, да. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ислам дінін қайтадан Меккеге алып келген кезде 63 жасында Билалға айтқан екен: ей Билал, Қағбаның төбесіне шық та азан айт деп айтқан екен. Сонда Билал енді қараңыз 7,5 метр, да. Сонда Билал енді адам баласы жете алмайды ана 7,5 метрге. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бәкірге айтқан екен: Абу Бәкір, ана Қағбаның жанына барып тұр. Омар, сен ана Абу Бәкірдің қасына барып тұр деп айтты, дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: ей Билал, оң аяғыңменен Абу Бәкірдің оң иығын бас, сол аяғыңменен Омардың сол иығын бас та Қағбаның төбесіне шық деп айтқан екен. Қара нәсілді кісі, да. Құрайшылықтардың төресі болған Абу Бәкір менен Омардың иығынан басып Қағбаның төбесіне шыққан екен. Көрдіңіз бе? Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ислам діні келместен алдын жас кезінде осындай зеректікпенен Құрайшылықтардың арасында белгілі болған екен. Өте ақылды болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, сөйлесе дұрыс сөз сөйлейді. Сонда айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның, дейді, ең жақсы сипаты, дейді, ол кісі ұзақ үндемейтін кісі болған екен. Көп уақытында не істейді? Тыңдайтын кісі болған екен. Бадырлап сөйлей бермейді да, біз секілді. Тыңдайтын кісі болған екен. Сол тыңдағанның себебіменен, дейді, адам көп тыңдаса, дейді, ойға көп беріледі екен. Ойға көп берілген адам бір шешімге тоқтайды екен. Яғни тез ұзақ ойланған адам бір шешімге тоқтайды екен. Сөйтті де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам адамдардың баршасыменен әділ болды, дейді. Өмірінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам арақ ішпеген, дейді. Мүлдем арақ ішпеген екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Пұттарға деп сойылған малдан жемеген, яғни харам етті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өмірінде жемеген. Өмірінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пұттарға сәжде қылмаған, табынбаған. Жахилеттің бірде-бір мейрамына қатыспаған. Қайта айтамын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жахилеттегі бірде-бір мейрамға қатыспаған. Тіпті, дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі айтып береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пұттарменен қасамдашпаған, ләт, ұзза деп айтпаған да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Оны естімейтін де, естігісі келмейтін. Кімде-кім тастармен қасамшып жатса, жаңағы құдайлармен, өтірік құдайлармен естігісі келмейді екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Тіпті, дейді, өзі айтып береді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Қой бағатын едім, дейді. Иә? Исламның келместен алдын Меккенің сыртына қой бағатын едім, дейді. Жас кезі ғой, өзі кейін өскеннен кейін айтып беріп отыр да, саллаллаху алейхи вассалам. Меккенің төбесінде, таудың үстінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қой бағады екен. 2 рет, дейді, қалада, яғни Мекке қаласында, дейді, той болатын еді, дейді. Біреу үйленген еді, дейді. Сөйтіп бір кезде алыстан музыканың дауысы естіледі, дейді. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әлгі нәрсені көргісі келеді ғой. Қараңызшы, тойды көргісі келеді. Сөйтеді да бірге ана той бағатын балаға сменщигіне айтады: сен қарай тұршы, мен барғаннан көріп келейін, дейді ғой. Сонда айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, әлгі сменщик келісе қалды, дейді да. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеге жақындап, ана даңғырлаған дауыстарды, музыканың дауысын естіп жақындап келе жатқан еді, Алла Тағала құлағына ұйқыны беріп қойды, дейді. Көзіменен құлағына ұйқыны беріп қойды, дейді. Алла Тағала пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тазалап жатыр. Ей, тыңдама ол затты. Ол дұрыс емес. Бір адамдар бар ғой, шынымен музыкаға өмірін байлап тастаған. Мен біреуді көргем, таңертең тұрады, музыка. Жылағысы келсе музыканы қосады, короче, ана қайғылы бір музыканы қосып қояды. Ай, жылайды, өзімен өзі өтіп қуады. Күлгісі келсе андай бір тағы да бір қуанышты бір музыканы қосып қояды, өзімен өтіп мәз болады да. Бүкіл өмірін музыкаға байлап тастаған да. Бұл нәрсе шариғат бойынша дұрыс емес қой. Сонда, дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеге жақындап әлгі даңғырлаған дауысты естіген кезде, дейді, Алла Тағала құлағына ұйқыны беріп қойды, дейді. Ұйықтап қалды, дейді.
ертесі күні әбетте күннің ыстығы мені оятып жіберді дейді пайғамбарымыз. Тағы да сондай бір той болды дейді пайғамбарымыз. Тағы да сөйтіп сменшігімнен сұранып ауысып, тағы да естуге келгенім, алла тағала тағы да бір естіп қойды дейді мені. Одан кейін жасамайтын болдым дейді. Яғни алла пайғамбарымызды не кішкентайынан тәрбиелеп келе жатыр, бұл нәрсе дұрыс емес деп. Көрдіңіз бе? Бұхариден жеткен хадисте Жәбір ибн Абдилла, алла ол кісінің разы болсын, былай деп айтады. Қағбаны соғып жатқан кезде дейді, 35 жасында ғой, көрдіңіз бе? Қағбаны соғып жатқан кезде пайғамбарымыз көкелеріне келіп жәрдем берген екен. Сөйтіп не істеген? Пайғамбарымыз тас тасыған, анау ауыр тастар тасыған ғой. Сонда бүкіл құрайыштықтар, енді арабтардың киімін білесіз ғой, ұзын киім, бір келкі. Оның астында не болған? Жаңағы дамбалы болған да. Сонда дейді, жаңағы құрайыштықтар мына нені киімді көтеріп, иығына дейін жауып алады екен, осының үстіне тасты қояды екен, неге ана тас қажап жібермес үшін да, мына иықты. Сонда дейді, пайғамбарымыз тас тасып отыр дейді да. Ана тас пайғамбарымыз шалбарын көтермейді ғой, көйлегін. Неге? Өйткені мына жақ әурет қой. Сонда дейді, жаңағы көтеріп не істеп жатса, мынау тас иығын қажап жіберген ғой. Жарып жатыр дейді да. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға көкесі Аббас келіп айтқан екен, жасы үлкен кісі ғой, Аббас пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан енді 4-5 жас үлкен кісі ғой. Сөйтіп айтқан екен да, Мұхаммад, мына неңді балағыңды бүйтіп көтер да, етегіңді көтер да, иығыңа бүйтіп асып ал, сөйтіп та байлап қой, сөйтіп осының үстіне тасты қой, сол кезде анау жеңіл болады деп айтқан ғой. Көрдіңіз бе? Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бүйтіп тасты көтеріп тұрса, жаңағы Аббас етегін көтерген ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның. Сөйтсе не? Тізесі көрініп қалған екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам түсір деп айтты дейді. Жылап қалды дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сөйтті да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қараңызшы, көзінен жас ағып дейді, талып қалды дейді, есінен танып қалды дейді. Қатты уайымдағаны соншалықты, әуретінің көрініп қалмасын, қатты уайымдаған соншалықты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам есінен танып қалды дейді. Бір кезде есіне келді да, балағымды түсір деп қайта айтып жатыр дейді. Көрдіңіз бе? Яғни бұдан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әуреті көрінбеді дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әуреті, яғни тізесі бір рет ғана көрініп қалды дейді өмірде. Одан кейін көрінген емес дейді. Ол не үшін құрметті балалар? Еркек адамның әуреті кіндігінен бастап анау тізеге дейін, тізеден төмен әурет болып есептеледі екен да. Сол үшін де еркек адам әурет жерін сақтау керек. Көрдіңіз бе? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ислам дініне дейінгі жағдай осындай болған. Мінезі өте көркем кісі болған. Ол кісімен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам адамдар дейді, ислам діні келместен алдын, пайғамбарлық келместен алдын дейді, Абу Лахабтар, басқалар пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламмен сөйлесуді, отырып тілдесуді қатты қалайтын болған екен. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өте жұмсақ адам болған екен да. Өте жұмсақ адам болған екен. Алла тағала білуші әрі үстем, Алла тағала мұқият естіп білгендеріңізге разы болсын. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin. Алла разы болсын баршаңызға.